Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 2 сынып 92 сабақ. Сабақтың тақырыбы ғарышқа саяхат. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менімен бірге соңына дейін қарап, лайк басып, подписка кнопкасын басып отырыңыздар балалар. Ендеше бүгінгі сабақта ғарышқа саяхат. Бүгінгі сабақта бірінші мәтіндегі сұрақтарға жауап бересің. Екінші үлгі бойынша өлең құрастырасың. Бірінші тапсырма: сен Гиннес рекордтар кітабы дегенді естідің бе? Гиннес кітабы алғаш рекорд жасаған адамдардың есімі жазылатын кітап. Рекорд еңбекте, спортта қол жеткен ең жоғарғы табыс. Ал келесі екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Гиннес кітабына енген қазақ. Тбилиси крейсерінен жаңа әдіспен ұшақты көкке көтеріп оқиғасына бүкіл әлем көз тікті десе де болады. Тоқтар сынақшы ұшқыш ретінде бұл ерлігін МиГ-29 ұшағымен жасады. Кеңес ұшағы лып етіп көтеріле ала ма, әлде бұрқ етіп жоқ бола ма? Бүкіл дүние жүзінің мамандары демін ішіне тартып қарап тұрған еді. Тоқтар Әубәкіровтың алдына крейсердің қып-қысқа ұшу алаңынан МиГ-29 ұшағын лып еткізіп көкке көтеру міндеті қойылды. Жаңа әдістің ерекшелігі сонда: ұшақ құдды трамплиннен түскендей төмен лықсып келіп, дүр етіп ұшақ жөнелген кептердей тез көтеріліп кетуі керек. Барлық мәселені аз-ақ секундтар шешеді. Ол ұшақтың моторына байланысты. Сәл іркіліс болса бітті. Ұшақ судың астына кіріп кетеді. Деп ауызды ашқанша құйрығы қайқан етіп зеңгір көктен көрінетін дыбыстан жылдам ұшақты Тоқтар сонда зыр еткізіп көтеріп үлгерді. Асқан дәлелдікпен аядай жерге ұшақты қайта қондыруда ғаламат ерлік болатын. Авиация тарихында бірінші рет мұндай әдіспен ұшуды жүзеге асырғаны үшін Тоқтардың бұл ерлігі Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Бұл 1989 жылдың 1 қарашасында болған оқиға еді. Ал 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров қазақстандық бағдарлама бойынша ғарышқа жол тартты. 7 тәулік 22 сағат 12 минут 40 секунд ғарыш кеңістігінде болған Тоқтар Әубәкіров тұңғыш қазақ ғарышкері атанды. Ер қанатта тұлпар деген сөз бар. Темір тұлпарды ерттеп мінген нағыз батыр Тоқтар Әубәкіров аршындап алға басып барады. Нағыз қазақ, қыран қазақ, қанаттың талмасын. Дәл бүгін бар қазақтың осы бір нәр қазаққа айтар тілегі осындай. Нұртөре Жүсіп. Балалар, менің каналыма тіркеліп лайк басып алыңыздар. Каналымда қазақ тілі және де қазақ әдебиеті, математика, ана тілі сабақтарының барлық жауаптарын салып қойған болатынмын. Ендеше келесі 3-ші тапсырманы қараймыз. Келесі 3-ші тапсырма: Гиннес кітабына енген қазақ кім? Ол қандай ерлік көрсетті? Қазақ елінен шыққан ғарышкер Тоқтар Әубәкіров аварияға ұшырайын деп жатқан ұшақты зыр етіп көтеріп үлгерді. 4-ші тапсырма: Тоқтар Әубәкіровті сипатта. Батырға қандай тілек айтасың? Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 27 шілде 1946 жыл, Қарқаралы ауданы, Қарағанды облысы, қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, 1995 техника ғылымының докторы, 1998 жылы профессор, 1997 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры, академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің құрметті профессоры. Ал келесі 5-ші тапсырма: өлең құрастырып көр. Мен ғарышкер боламын, ұшып жерге қонамын. Тоқтар аға сияқты таң қалдырамын қазақты. Балалар, каналға тіркеліп лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен, Ақнұр. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.